Бәріне сәлем. Біз Қаныш Сәтпаев атындағы нөмір 61 мектеп лицейінің 9 А сынып оқушылары. Бүгін біз мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне Қаныш Сәтпаев туралы сұрақтар қою арқылы тәтті сыйымызды ұсынатын боламыз. Не дейді ол? Қаныш Сәтпаевтың анасының аты Алима? Дұрыс па? Болды. Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың азан шақырып қойған аты қандай? Ғабдулғани. Ой, рахмет. Қаныш Сәтпаев қай қалада қайтыс болды? Мен есімше Мәскеу қаласында қайтыс болған ол. Дұрыс па? Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың туған жері. Қаныш Сәтпаев 1899 жылы 12 сәуірде қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Қаныш және ғылыми майдан кітабының авторы кім? Санжар Керімбай. Рахмет. Қаныш Сәтпаев туралы жақында қандай кітап жарыққа шықты? Жақында естуім бойынша Қаныш және ғылыми майдан деген кітап шыққан. Ой, молодец, не деген ақылды бала. Сәтпаев қандай аудандарды пайдалы қазбалармен кең орнын зерттеген? Жезқазған және Қарсақпай ма? Болды ғой? Все, атуш. Маған ең оңай сұрақ келіпті. Қаныш Сәтпаев атындағы мұражай мектепте қай жылы ашылды деген. Бұл 2023 жылдың 26 мамырында ашылды. Бұған біздің оқу ағарту министрі өзі келіп, мұражайдың лентасын қиған болатын. Так, қандай жақсы. Маған бұны? Ой, рахмет, керемет қой. Жақсы.